Қазақ тілі пәні тақырыбы мәтін және оның түрлері. Бүгін сен мәтін түрлерімен танысасың және суреттер арқылы шағын әңгімелеу мәтінін құрап жазасың. Мәтін түрлерімен танысайық. Бейнежазбаны көр. Сен мәтіннің қандай түрін құрастыруың керек? Білмеймін. Біз мәтіннің түрлерін өткен жоқпыз. Сіз маған мәтіннің түрлерін айтып беріңізші, біліп алайын. Мәтіннің 3 түрі бар. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Бір тақырыпқа мәтіннің 3 түрінде құрастыруға болады. Мен ойымдағы мәтінді айтып көрейін. Сіз қай түріне жататынын айтыңыз. Жарайды. Демалыста біреулер үйде теледидар қарайды. Біреулер отбасымен қыдырады. Ал біз көбінесе тауда демаламыз. Біз кешеде тауға шықтық. Шанамен сырғанадық. Ақ қала жасадық. Әбден ойнап, үйге кеш қайттық. Мұндай оқиғаны ретімен баяндайтын мәтінді әңгімелеу мәтіні дейді. Ал енді мен осы тақырыпқа сипаттау мәтінін құрастырып айтайын. Сен мұқият тыңда. Біз кеше тауға шығып демалдық. Күн шайдай ашық болды. Бірақ аздаған аяз да бар еді. Қаладағыдай емес, тауда қар қалың, ауа таза. Шанамен құйындай жүйткідік. Жасаған ақ қаламыз сондай әдемі шықты. Кешке дейін жүріп, үсті басымыз су болып қайттық. Түсіндім. Сипаттау мәтінінде қандай және қалай деген сұрақтарға жауап беретін сөздер көп айтылады екен. Дұрыс айтасың. Себебі сипаттау мәтіні зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайды ғой. Пайымдау мәтініне де мысал келтіріңіз. Ерекшелігін өзім тауып көрейін. Жақсы, бастаймын. Біз көбінесе тауда демаламыз. Себебі таудың ауасы таза болады. Кеше күн ашық болды. Сондықтан тағы да тауға шықтық. Тауда қар қалың. Себебі онда қаладағыдай көп адам, көп көлік жоқ. Сондықтан қар тез ерімей, бірінің үстіне бірі жауа береді. Біз кешке дейін сырғанап ойнадық. Қардан ақ қала жасадық. Сондықтан үсті басымыз су болып қайттық. Пайымдау мәтінінде сіз әрбір айтқан ойыңыздың неге, неліктен олай екенін түсіндіргіңіз келді. Дұрыс байқадың. Пайымдау мәтіні оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін. Сол үшін себебі, өйткені, сондықтан деген сөздерді пайдаланамыз. Біз құрастырған 3 мәтін бір-біріне ұқсайтында сияқты. Иә, себебі олардың тақырыбы ортақ. Бір оқиғаны 3 түрлі айтып отырмыз. Және мәтіндердің құрылымы бірдей. Құрылымы? Мәтіннің басталуы, негізгі бөлімі және соңы болады. Біздің мәтіндеріміздің бәрі де тауға шығумен басталды. Үйге қайтумен аяқталды. Қалай ойнап, қалай демалғанымыз туралы айтқан жеріміз негізгі бөлім. Алақай, мен сабаққа алдын ала көп нәрсені біліп баратын болдым. Қайталайық. Мәтін, оның түрлері, құрылымы. Біз жеке дыбыспен, жеке сөзбен, немесе бір ғана сөйлеммен ойымызды толық жеткізе алмаймыз. Ойымызды толық жеткізу үшін бір-бірімен мағына жағынан байланысатын бірнеше сөйлемнен тұратын мәтінді пайдаланамыз. Мысалы, қыс келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жан-жануарлар жылы орындарды паналады деген бір-бірімен байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Яғни, тақырып деген
мәтіннің атауы. Мәтіннің 3 түрі бар. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтінді әңгімелеу мәтіні дейміз. Сипаттау мәтінінде қандай және қалай деген сұрақтарға жауап беретін сөздер көп айтылады. Себебі сипаттау мәтіні зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайды. Пайымдау мәтінінде автор әрбір айтқан ойының неге, неліктен олай екенін түсіндіреді. Пайымдау мәтіні оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін. Сол үшін себебі, өйткені, сондықтан деген сөздерді пайдаланамыз. Мәтіннің басталуы, негізгі бөлімі және соңы болады. Мұны мәтіннің құрылымы деп атайды. Мысалы, фильмде айтылған мәтіндер тауға шығумен басталды, үйге қайтумен аяқталды, қалай ойнап, қалай демалғаны туралы айтылған жері, негізгі бөлімі. Дәптермен жұмыс. Қарашаның 20-сы. Оқушылар, алдымен суретке қарап, мәтін құрап жаз. Мәтінге ат қоюды ұмытпа.